Сәлем достар, менің атым Еткена, және сіздер менің арнамдастар. Бүгінгі видеоменде Ask екінші бөлімі ендеше кеттік. Маған сіздер инстаграмнан сұрақтар қойған болатынсыздар, яғни мен инстаграмға сондай пост салып, сол жерге сұрақтарыңызды жазыңыздар деп айтқан болатынмын. Сіздер жаздыңыздар, ал мен ішінен ұнағандарын таңдап алдым. Менің инстаграмда осылайынан жазылады, тіркеліңіздер сілтемесі астында. Аслановна Арука деген қыздың сұрақтары: егер сен танымал болсаң, ары-қарақта видео түсіруді қаларым едің? Әрине. Сенде ютубтың белгісі болса, яғни кнопкасы болса, не істер едің дейді. Маған оған жетуге әлі өте көп бар, сол себептен де бұл жайлы айтпай қояйық, бірақ та оған жетсе, менің қуанышымда шек болмас еді. Егер сен жолдан iPhone X тауып алсаң, анаңа берер ме едің дейді. Әрине, анама беремін, анам қаламаса мен алып аламын ғой. Арука, сәлем. Батырбековна оф дейтін тіркелушімнің сұрағы: өмірде бір нәрседен қорқып жылағансың ба дейді. Әрине, әрбір адам өмірінде бір рет болсын жылап көрді деп ойлаймын, соның ішінде қорқып. Қандай видеоблогерлерді жақсы көресің дейді. Мен негізінен барлық видеоблогерлерді қарай беремін. Мен главныйды ашқан кездегі шығып тұрған видеолардың негізі барлығын қарай беремін. Келесі Дамиконна дейтін қыздың сұрағы: өмірде саған ең қорқынышты болған жағдай дейді. Қорқынышты жағдай бұндай сәтте мен есіме түспейді. Сен болашақта қандай мамандық таңдайсың дейді. Мен әдебиет саласына, яғни диктор болғым келеді. Сен болашақтағы мамандығыңа ата-анаңның қалауымен таңдайсың ба, немесе өзіңнің таңдауымен бе дейді. Мен қандай мамандық таңдасам, ата-анам да сол менің таңдағанымды қолдайды деп ойлаймын. Әрине, бұл мен өзімнің шешімім. Дамира, сәлем. Келесі Бибі Кенжебаева дейтін қыздың сұрағы: ютубты қай жылы аштың, сені ютуб несімен қызықтырады дейді. Мен ютубта негізі бұрыннан бармын, яғни ескі каналыма 2-3 жылдай болып қалды, ал бұл каналымды мен жаңадан аштым, яғни қазанның 31 күні аштым ба деймін. Ютуб сені несімен қызықтырады деген сұрақ: ол ютуб білмеймін, маған ұнайды, және онда видео түсірген, видеоларды қараған маған ұнайды. Келесі Гүлзари дейтін қыздың сұрағы: өз видеоларын қызықты болу үшін не істейсің дейді. Әрбір видеоблогер өзінің видеосын қызықты болу үшін өзінше тырысады. Мен де өзінің видеоларын қызықты қылу үшін монтажын жақсы қылуға тырысамын, және де сыртындағы обложкасын әдемілеймін. Маған сәлем жолдаш дейді. Гүлзари, сәлем. Каналымды қашан аштың дейді. Жаңа айтып өттім, 31 қазан күні. Төртінші сұрағы: каналымда қай видео саған қатты ұнайды дейді. Каналымдағы маған ұнайтын видео алфавиттік пранк видеосы, және де влогтар. Негізі барлығы. Себебі оларды өзім түсірдім. Айжанның сұрағы: қазіргі таңда өзіңнің YouTube каналыңда қандай мақсат жоспарларың бар дейді. Менің қазіргі таңда YouTube каналыма деген жоспарым ол подписчик санын көбейту, яғни жаңа айтып өткендей 10 мың, 20 мың, 30 мың сондай адам санын көбейту, және бұрын-соңды түсіріп көрмеген видеолардың барлығын түсіріп, сіздердің алдарыңызға ұсыну. Келесі Нұрбанудың сұрақтары: бірінші, YouTube каналына қандай атақты видеоблогердің подписка жасағанын қалайсың дейді. Мен қалаймын, яғни өте атақты. Солардың ішінде Катя Адушкина, Мелскел, Марисен, және тағы да басқалары. Екінші сұрағы: қанша подписчик болған қалайсың дейді. Менің ең бірінші қойғаным ол 10 мың подписчикке жету, содан кейін 20 мың, солай кете береді. Нұрбану, сәлем. Маған көбісі айтады, что видео түсіріп атқан кезде мен даусым өте жай шығады дейді. И мен сол үшін наушникімді микрофон ретінде қолданып жатырмын. Одан да қатты шықпаса, білмеймін енді. Тағы да бір нәрсе айта кетейін. Мен видео түсіріп атқан кезде өте тез сөйлейсің дейді. Білмеймін, өзіме байқалмайды. Солай ма? Жанка 04 дейтін қыздың сұрағы: видео түсіріп каналға жібергенде оны сыныптастарын көріп көрсе қандай сезімде боласың дейді. Менің видео түсіретінімді барлық сыныптастарым біледі, және де олар күлмейді. Почти. Екінші сұрағы: сен 9 бітіріп кетесің бе, әлде 11 дейді. 11-ші сыныпты бітіріп кетемін. Үшінші сұрағы: қандай үйірмелерге қатысасың, или қатысқың келеді дейді. Мен ешқандай үйірмеге қатысып жүрген жоқпын, бірақ та қатыстым бұрынырақ. Домбыра, волейбол, шахмат, би, және тағы да басқалар. Төртінші сұрағы: ең сүйікті жанрларың қандай дейді. Ит, мысық, тағы басқалары. Отбасында кімді қатты жақсы көресің дейді. Ең бірінші әрине ата-анамды. Маған сәлем жолдаш дейді. Жанка 04, сәлем. Айдана Серхан қызының сұрақтары: сабаққа барғың келе ме, әлде жоқ па дейді. Барғым келеді. Үшінші: қандай мелодрамаларды көресің? Ешқандай. Сен кітап шимайлейсің ба дейді. Шимайленбе. Қой жоқ. Бесінші сұрағы: видеоны қалай түсіремін деген видеоны түсіресің бе дейді. Егер қалсаңыздар түсіремін. Елеске сенесің бе дейді. Білмеймін, жартылай сенем, жартылай сенбеймін.
Саған қандай мерекелер ұнайды дейді. 8 наурыз, 22 наурыз, Новый год, туған күнім, және тағы да басқалары. Гикося дейтін қыз айтып жатыр, саған қатты ұнайтын приложениялар қандай? Егер қалсаңыздар, менің телефонда не бар дейтін видео түсірейін. Айдана дейтін қыздың сұрағы, сен ең қатты неден қорқасың дейді. Менің қорқатыным ол өзіме жақын жандарды жоғалтып алу. Ал негізгі бұлай қорқатын фобиям қараңғы. Сая Кемелованың сұрағы, саған суретіңнің астына жаман, миға қонымсыз сөздерді жазса не деп жауап берер едің дейді. Ондай миға қонымсыз сөздер жазатын тіркелушілерім бар әрине. Олар маған мүлдем ұнамайды, сол себептен де мен оларды бірден заблокировать етіп тастаймын. Содан кейін болды. Алтынбек қызы Нұршипаттың сұрағы, сәлем дейді. Сәлем. Осы кезге дейін қанша телефон ұстадыңыз дейді. 1, 2, 3, 4, 5 телефон алмастырыппын, әне қазіргі 5-ші. Сіз орманда келе жаттыңыз, қасыңызда біреу бар, кімде елестетесіз дейді. Әрине өзіме жақын бір жанды елестетемін. Осымен достар, менің бүгінгі видеом аяқталды, және сіздерге бұл видеоны тең ойдамын. Сұрақтарыңыз үшін көп рахмет. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Сау болыңыздар. Мне кажется, что бүткіл видео бойы менің шашым микрофонға тиіп қышырлап өтті.